сүт безінің қарау және пальпациясы бұған күшейткіштер профилактикалық осмотр. Осы ер адамдарда сүт безінің ұлғаюы, немесе сүт безінің қызаруы, қабынулық белгілер, ісінуі, қызаруы, деформация, түсінің өзгеруі деген секілді. Немесе түзілістердің пайда болуы. Ең бірінші осы пальпацияны жүргізу кезінде бөлменің температурасы 20-22, және де жарық болу керек. Пациент өлгенге дейін шешіну керек. Және де сүт безінің пальпациясы екі қалыпта жүргізіледі. Тұрған қалыпта және жатқан қалыпта деп. Ең бірінші пациент тұрып, қолын төменге түсірген қалыпта тұрады. Сол кезде біз сүт безінің асимметриясын, деформациясын, қызаруын, ісінуін және де емізікшелердің ореолалардың деформациясын, өзгерістерін көре аламыз. Және де пациенттен қолын желкесіне, шүйдесіне көтеруін сұраймыз. Ол кезде пальпацияны бастаймыз. Бірінші сау жақтан, сау сүт безінен бастаймыз. Ол үшін жаңағы екінші, үшінші, төртінші саусақтармен төс пен бұғана байланысқан жерден бастап пальпацияны бастаймыз. Және екінші қолмен фиксация жасап тұрамыз. Шеңбер тәрізді қозғалыспен. Бірінші беткей және де терең пальпациялар жасаймыз. Содан кейін ореоланың аймағын пальпациялаймыз да сүт безін бірінші, екінші саусақпен қысып көреміз. Бөлініштер ірің, қан бар ма екенін. Дәл солына зақымдалған сүт безіне жасаймыз. Одан кейін пациенттің қолын төменге түсіруін сұраймыз. Сол кезде пациентке бетпе-бет тұрып, қолтық астындағы лимфотимдерін және де бұғана үстілік және бұғана астылық лимфотимдерін бағалаймыз. Және пациенттің артынан тұрып, бұғана үстілік лимфотимдерін бағалаймыз. Және де дәл осы пальпация ретін жатқан қалыпта да жасаймыз.